Dostlar! Yoldaş Kırgız Respublikası Prezidenti, Kurallı Güçlerin Baş Kolbasçısı, Özdök Kuram, Gösterme Taktikalık Saptık Sabaka Dayar, General-Mayor Şarşаев. Erken dört. Бүгүндө Макаров пистолетинен дүйнө жүзүнүн практикасында уже отказ берип башташты, анткени бронжилетти уже ал ок теше албай калды. Бүгүнкү күндө бул уже башка ок 9га 19. То есть военное производство, промышленность өзімізде болып қалады. Производство Минобороны. Çıktı, сейчас еще, даже ничего не чоколад. Bu boştu. Bunlar yani Так, Станислав Владимирович, бұл жерде мына шекара басшысы айтып, бұл училище емес, бұл көрсетме. Балған етсен шыққан қолдың Халықаралық әскерлік саяси тұрғанға байланысты Қырғыз Республикасының шекара қызметінде ар түрде модификациялары ұшу аппараттары, көшірме машиналары, артиллериялық тұтымы, дронға қарсы құралдары жана башқа уақыт қиратушы самалдап қаражаттары бар күшілер, бөліктер менен бөлікшілер күзілді. Сіздердің алдыңдардағы тактикалық қалада оқ атуға мүмкіндік Toyota Land Cruiser типіндегі атайын соғылма машиналары менен НСВТ есебі ордынан оқ атып 800 метр алыстықтағы номер 25 бұтаны тік ұшақты жоқ қылады. Байрақтар ТВ-ге ұшқысыз ұшушы аппараты картаға түшіру жана артиллериялық оқ тұрды түзету үшін абадан шалуды жүргізеді. Қирату мақсатын жана қаражасын бағалайды. Алып жүрме авиациялық қирату қаражаттары 4 дана. Аппаратты жерден башқару экипаждың саны 3 адам. Байрақтар ТВ-ге ұшқысыз ұшушы аппараты düşmanın tüm gücün жана соғып толын бұталарын қирату үшін қолданылған. Ракета қоя берілді. Bayrakta sekundda keladi. Hoppa! Amerika'da düşmanın soğuğunun adresi çok önemli. Aksüngür üstüsü apparatı düşmanın askerlerin bir yerden ikinci yerge kısa süreden alıp bölümcü strategiyalar obyektisi bulunan Alt-Dağı'da köprüsü yanaşkan aybaka girip MAM-L tipindeki aviasyon silahlar bilen oğ basığı sokusu. Raketa koya verildi. Запуск başladı. Через 30 sekund. Vurdu. Bu da çok kılındı. Ay молодец. Отлично. Жолборсеру, мен бұрыннан жүз сауалға